Қызылорда қаласынан түстік. Шымкентке қарай жол тартып, мына жігітті өнері барасына алып бара жатырмын. Ертең тағы қасымызда жігіттер қосылады. Оны алдағы уақытта саламын. Сәттілік ол. Завтрак ішіп жатырмыз. Ақылбек, бүгінгі таңғы асыңызға не алдыңыз? Рисовый каша. Салмақ қосу керек пе сізге? Мен салмақ қосу керек негізі. Бірақ завтракты дұрыстап ішу керек. Ас болсын. Кешке дейін асқазанымда тұрады. Рахмет. Қызылордада бір күн қондық. Бүгін бұйырса Шымкентке қарай жол жүреміз. Мына жігіт кішкене травма алып қалды. Аралда кішкене дайындық кезде ауырып тұр дейді денем. Бірақ ол сылтау болмайды ғой, иә? Сылтау емес ол. Осылай да күресіп бере беремін. Маған бәрібір. Болды, көреміз. Келді, заправка дейміз қазір. Бұйырса жолға Шымкентке қарай. Өнер барысына қатысатын Арал қаласынан Данияр 70-80 килограмм. 70-80 килограмм арасында ғой. Қарсылас нешеусіңде? 8. 8. Сені қосқанда 8. Сәттілік тілейміз, бұйырса көреміз. Бізден бірге болыңыздар, ертең енді өнері барысы қалай өтеді, қалай болады, қалай бітті, соның барлығын түсіруге тырысамын. Шықтық, заправка бәрін алдық, мен артта екінші біздің барысымыз Ақылбек деген, ортада Азамат деген жігіт, осы екі жігітті дайындаған. Екеуі ұтылса осыдан көреміз. Екеуі жеңсе осыдан рахмет айтамыз. Қасымызда Нұрекең бар. Жолға шықтық, дала кішкене жаңбыр жауып тұр, кішкене емес, енді нормально жауып тұр. Айтып қойыңыз, осынау жерде күрес біткеннен кейін салынады ғой, иә? Иә. Мажағайын деп жатыр, мажағайын деп Қай жер? алып барамыз. Қай жер, травма алдың ба не? Мен төсімнің жағын. Оқиық дұрыстап. Так, Найз Гел деген бар екен. Күресетін жігіттер білетін шығар. Осында байланыстар ма? Азамат деген жігіт Порт футбол клубында білетін шығарсыздар. Ондырмағасын осы күреске кетті бе? Барғанша, қайтқанша айтам, Азамат. Осы порттың жігіттері көріп тұрған шығар деп. Даниярда ойнайды. Ол командада, ол топта бар. Футболда ойнайын, теннис ойнайын. Бүгін екінші күн таңерде кештірдік шамалы. Жігіттер түскі ас ішуге бара жатыр. Түскі ас ішейін тұрмыз ғой бірден. Қайырлы таң бізге. Бізге қайырлы таң. Азамат. Күн жылауydым, шешініп тапсыңдар ғой бәрін. Ақылбек. Толып қоятын. Ақылбек. Толып қоятын. Ал дайындық қалай? Бүгін салмақ өлшеу ғой. Құрметті достар, бүгін сағат 2-де гостиницаға орналасамыз. Сосын 4-те Құдай қаласа салмақ өлшейді. Бірақ салмағымыз қалыпты деп ойлаймыз. Салмақ 74 қой, енді Ақылбек 90 плюске бізде андай салмаққа қу дейтін нәрсе жоқ қой. Әлгі стандартқа кетіп қой. Салмағы дұрыс па Азамат негізі? Дұрыс келатыр ма? Жеп жатыр, дұрыс па әйтеуір? Ақыл, сен салмақ қосқан жүрсің ба әйтеуір? Қосуым керек қой қайта. Сен қосуың керексің ба? Мен қосуым керек. Жақсы, ақтап келатыр едім салмақ тастап. Сіздің жаңағы ғалыммен бір келісіміміз бар еді ғой. Не келісім еді? Короче, мен 85 килограммға жетсем, Қашанға дейін жету керек? 1 майға дейін жетсем. 1 майға дейін 85 кило. iPhone 12 алып береді. Ал 84 болып 85-тен ары қарай түссем, AirPods қосылады қасына. Ал 86 болып қалып қойсам, мен оған iPhone 12 алып беремін. 1 майды күтеміз ғонда. 1 май сенің туған күнің ғой. Болды, күтеміз. Аз қалды. iPhone саған береді. Қаласында Жит Тандыр деген кафеге келдік. Осы жерге барғанды бізге ұсынды. Мына қаншама тамақ бар. Салмақ қосу керек деді. Көп жеу керек деді. Негізі Шымкентте күн жылы бұндай уақытта бүгін Наурыз мерекесі, жігіттер Наурыз мерекесі құтты болсын баршаларыңа. Бұйырса барлығымыз баяғыдай Наурызды төлейік, сол күнге жетейік. Жамандықтың барлығы бітіп. Жеңіспен оралып, Наурыз тойлап жетті. Бұйырса. Ақылбек кеше Аралда кішкене травма алып қалған болатын. Соны ертеңге дайындық кішкене уқалат болып отырмыз. Ақыл қалай болып отыр? Ойбай, айтатын жоқ болады. Ерді шыға аласың ба әйтеуір? Шығамын да. Бір қолым істемей алса да күресем ғой. Ал көреміз онда. Бір қолмен қалай күресетін. Бүгін Наурыздың 23-і. Бүгін басталайын деп жатыр. Қазір залға барамыз. Қанша келі болдың? 74. Дұрыс па? Өзің ойлаған салмақ қосың? 70 пен 80-нің арасында күресем ғой. Ойлағандағыдай болды. Вес қылып ешқандай не болған жоқ. Неше адам? 8 адам. 8 адам.
мен финалға дейін егер ұтып атсам 3 адаммен күресемін осында. Бұл сәттілік. Ақыл, неше адам? Салмақ қанша болды? Біз менікі 94 кеше шамалы салмақ қостым ғой. Сосын мен 4 адам салмақта круговой болады, 100 сағат күресемін. Үшеуін де атсам чемпионмын. Неше, бірінші майда үлгерісім болған, 85 болуға? Ол ғалым сөзінде тұрмайды ғой. Неге? Бүйтіп атым. Оның есту болып қой. Настроением түседі, мен как күресейін деп атым мысалы. Көреміз, енді біз осы екі жігітпен еріп келген тренерлер бар. Біздің Аралдың жігіті камераға тойып отыр осы тұрғанда. Жігіттер настрой қалай былай? Айрат. Шын ба? Түнде түс көрдім, айрылып. Наоборот топ кетпесін. Сәттілік ал. Сәттілік алла жар болсын. Сағаттан кейін басталады ма екеуің қара. Сен ба Даниярмен шығатын? Сен ше, сен де Даниярмен ба? Ал сәттілік ал. Екеңе де сәттілік. Күрісі де бильярд сияқты. Барлығы раздевалкаға келіп жатыр жаймен бір-бір амандасып, күліп. Сыртына қарағанда білмейді, бірақ енді былай сәл кішкене байқасаң барлығы кішкене қорқыныш бар еді бе? Пожар жағып Кәдімгідей білініп тұр ғой. Күрт тұр. Бірақ іштей кәдімгідей күш болып жатыр ғой іштей деген. Бізге енді ондай қатты сезілмейді, өйткені біз қатыспаймыз. Мына жігітте бар енді өткен қанша дайындығы бар, келді. Ал сахнаға дейді. Сахнаға деймін, не күресіне дейді. Неге матрасын несі бұл? Залға дейді ғой, залға. Біздің үйреніп қалған сахнаға дейді. Аренаға. Еще матрас қандай? Татами. Күреске қатыспаған ренжімеңіздер енді. Жақсы бір матрас екен. Қазақстанда өзі жүрі ме? Иә, санаулы. Сонда санаулы ғана. Бұйырса алдағы уақытта барлық облыстарда, барлық қалаларда болсын дейміз. Күтеміз енді. Соңғы дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Сайыс алдында бір қайталап, бір үйретіп. Дайындық. Ақыл, қалай? Сен істедің? Иық қалай, иық? Кім кінәлі? Оған ба? Бір аралды жігіт қатысып жатыр. Жасылайын айтайын деген. Ақылбек бір өмдір үйретіп отыр өтін соған қарағанда. Жетісайдың жігіттері Арыстанға үйретіп жатыр. Абайдың балдары. Олған шаршап қалдың ба жүкірем деп? Иә. Дайындық қалай? Әшер. Ақылбек соған қарағанда өзінің бір жаңадан шығарған прием көрсетіп жатыр ойдың. Жігіттер қарап тұр. Қалай бола жатын. Жасылан жаттап алдың ба? Вольныйға салыватым. Ауылда төбелес үйреніп қалған балам мынау енді. Соңғы дайындықтағы жұмыстары. Бізден ауылда келген ағаларымыз бірге келген, қолдап келген тағы да жігіттер бар. Мына жақта екінші залда дайындық жұмыстары. Жүрметтен кейін басталады. Ақыл, сәттілік болсын. Тәге сәттілік ал. Ақылға қарап қойыңыз. Ал сәттілік. Сәттілік, жігіттер, сәттілік. Жеребем ежім. Сәттілік ал. Ал, келе жатыр. Сәттілік болсын. Сәттілік. Жаслан. Давай, сәттілік ал. Алейкум ассалам. Қызылордадан келген жігіттер. Асик, Нұрым. Өлі қалса, бұл нәбіз батырлар бебесетін сайыптардар сынға түсетін бірекей жола. Көрмен көңіле шыққан мейлі жолды хабар арнасы үшінші рет ұсынып отыр. Басталды.
işlerinde sağlık dileyimiz. Көңілді тапқырлар клубының мүшесі, сценарист, қошеметтеріңіз. Бәрекелді, Арманбек Бескендова. Ақылбек Бескендов, актер, көңілді тапқырлар клубының мүшесі, Ақылбекке қошемет қайда. Лақа-лақа, еңбек